Сәлем достар, біз өкпедегі синдром тақырыбын жалғастыратын боламыз. Келесі синдромның тақырыбы өкпеде қуыс пайда болу синдромы. Жалпы қуыс пайда болу синдромы дегеніміз не? Бұл өкпе тінінің әртүрлі патологияға байланысты ыдырау салдарынан болатын ондағы қуыстың пайда болуын айтамыз. Мысалы, мына суретке мән берейікші. Бірінші суретте бізде өкпе тіні ыдырап тұр, альвеолаға жақын. Бұл жерде сонымен қатар қабыну сұйықтығының жиналып тұрғандығын көреміз. Енді мұндай қуыс синдромы көбінесе қандай патология кезінде кездеседі десек, мысалы өкпе абсцесі кезінде, немесе туберкулез кезінде, яғни өкпе тіні ыдырайды, оның арасында осындай құрамында жаңағыдай сұйықтығы бар, немесе бос әртүрлі қуыстықтар пайда болуы мүмкін. Енді клиникалық көрінісінің өзі ол пайда болу себебіне байланысты, қуыстың бронхпен жанасуына байланысты, оның айналасында қабынулық тіні болуына, қуыстың көлеміне, орналасқан тереңдігіне, бос немесе бос еместігіне байланысты өзгереді. Қуыс мысалы ірінмен, қанмен, қандай да бір патологиялық сұйықтықпен толып тұруы мүмкін. Және аускультация кезінде біз тыныстық шуларды естиді екенбіз. Енді қандай шағымдар, ол көбінесе жөтел, қақырықтың болуы, қақырық ірінді болуы мүмкін, қан араласқан болуы мүмкін, мысалы өкпе туберкулезі кезінде қан араласқан қақырықтар шығуы мүмкін, көп мөлшерде шығуы мүмкін өкпе тіні ыдыраған кезде. Және ентігу болады, дене қызуының көтерілуі, ол көбінесе қабынулық процестермен байланысты болады екен. Енді объективті тексеріс кезінде біз нені көреміз? Ең алдымен пальпацияда дауыс дірілі әлсіреп кетеді. Оқшауланған қуыстың үстінен және бронхпен жанасып жатса, бірақ бос болмаса, мысалы сұйықтық болатын болса, бізде дауыс дірілі әлсірейді екен. Ал дауыс дірілі қандай жағдайда күшеюі мүмкін? Ол бронхпен жанасып жатса және жаңағы қуыстың арасы бос болса, бізде күшейіп кетеді. Ал перкуссия кезінде біз тимпаникалық дыбыс естиді екенбіз. Яғни тимпаникалық дегеніміз бұл ауасы бар немесе бронхпен байланысқан қуыс үстінен анықталады. Яғни жаңа айтып өттік қой, клиникалық көрінісінде бронхпен байланысқан, байланыспағанына байланысты да өзгереді дедік. Міне дәл осы жерде, егер де бронхпен байланысатын болса, ол жерде міндетті түрде ауа болады, және ауа болған жерде бізде тимпаникалық дыбыс естіледі, және ол жерде дауыс дірілі күшейеді. Келесі тұйықталған тимпаникалық дыбыс. Бұл қалай? Бұл бос болғанда және айналасында қабынулық тін болған кезде бізде қуыстың үстінен тұйықталған тимпаникалық дыбыс естіледі екен. Ал айқын тұйық дыбыс ол қуыс ішінде сұйықтық болса анықталады. Келесі аускультация кезінде не істейміз? Аускультацияда бронхиалды тыныс естиміз, егер де қуыс бронхпен жанасып жататын болса. Ал ашық дыбысты көбінесе ірі көпіршікті сырылдарды естиміз, егер де қуыста сұйықтық болатын болса. Одан кейін тағы да осы өкпедегі қуыс синдромына тән өзінің патологиялық тынышуы бар, ол бізде амфорикалық тыныс деп аталады. Егер де қуыстың диаметрі 6 см болса, немесе одан да үлкен болатын болса, қабырғасы жұқа және тегіс болатын болса, осы амфорикалық тыныс естіледі екен. Бұл тынысты мысалы құмыраға дыбысты үрлейсіз ғой, сондай дыбыс естіледі. Мысалы, мына жерден естіп көрейік. Ыдысқа үрлеп жатқан тәрізді. Бұл бізде қуыс болған кезде естілетін амфорикалық тыныс болып табылады. Жақсы. Келесі зертханалық тексерістерге келетін болсақ, ең алдымен себебіне байланысты. Мысалы, қабыну болатын болса, қанда міндетті түрде лейкоциттер көтеріледі, яғни оны лейкоцитоз дейміз, ЭТЖ көтеріледі. Ал туберкулез болатын болса, лимфоциттердің шамадан тыс мөлшерде екендігін көреміз. Ал қақырық анализінде біз лейкоциттер, эритроциттерді, өкпе тіні ыдырап жатқандықтан эластикалық талшықтарды көреміз. Және туберкулез болатын болса, туберкулез таяқшаларын көре аламыз, және қатерлі ісік жасушаларын да көре алады екенбіз. Енді рентгендік тексеріс кезінде, мысалы, мына суретке мән берейікші, мұнда оң жақ өкпедегі ортаңғы бөлігіндегі дөңгелек патологиялық ағару ошағын көріп тұрмыз. Міне осы дөңгелек пішінді ошақ бізде қуыс болып табылады. Яғни осыған қарап та біз өкпенің қуыс синдромы екендігін анықтай алады екенбіз. Жалпы достар, сіздерден үлкен өтінішіміз бар, каналдың дамытуына үлес қоссаңыздар екен дейміз, яғни лайк басып, міндетті түрде тіркеліп өтіңіздер.